Ассаламу алейкум, қызы ұрпақтары. Қажет ағаның үйіндеміз әлі. Енді Қажет ағаның үйі кішігірім Қызайдың мұражайы екен. Сол туралы біраз танысып кеткен ойымыз бар. Енді Қажет аға жалғастыра беріңіз. Енді жалғастырғанда мен енді мына жерде біз енді анда-сандыраған ұрпақтар. Иә. Бәріміздің үйімізде осы аталарымыздың осы суретін тегерескілік қойды. Біз өзімізге сондай дәстүр еткенбіз. Иә. Мысалы біз енді Шағыр баба, сосын Қызайына. Енді Қызайнадан кейін Құдайназар бар. Шағыр бабаның портреті енді бұл енді қашан дайындалған өзі? Бұл Қытайдағы қазақтар дайындаған портрет қой, бәрі бірдей. Негізі дайындалған дүниелер бұлар. Иә. Осы болады деген сияқты енді. Иә. Бұл сен бәріне ортақ портрет енді Шағыр. Кім Шағырдың ұрпағы білесе осы портрет табуға болады. Суретті. Ал енді Қызайнаның суреті енді бұда енді тұрақты болған дүние бұрын бар. Иә. Тұрақтанып келе жатыр бұрыннан бар. Қызайдың әрбір осы Қызайнаға сурет тұру керек. Өнеге Құдайназар батыр. Иә. Енді Құдайназардан кейін біз солдан келді би боламыз, енді солдан келді. Иә. Солдан келді енді Малтабар Шәкіл, Малтабар Шәкіл енді ауысып тұр екен екі орын, е? Аха. Малтабар Шәкіл солдан келді. Біз осы Малтабар Шәкіліміз. Иә. Енді осы Малтабар Шәкілдің арасында біраз аталар бар енді. Иә. Бірақ енді мықты аталарымыз енді Ұлтарақ батыр. Одан кейін Жансарбай әулие, емші бұл кісі. Иә. Одан кейін Омар Зәңгі деген Андас Омар ақын. Андастан кейін мына жақта біз тараймыз. Андастан енді 4 ұл 3 қыз 7 боламыз. 4 ұл 3 қыз 7 бола. Иә. Мынау енді біздің Андас отбасы деген осында дейді. Андас отбасы. Біздің әкеміз енді бұл кісі тарихшы болды енді, біраз кітаптар жаз, Қытайда еңбек етті. Иә. 2015 жылы осы Талдықорғанда қайтыс болды, осы жерде. Қазір енді қалған ағайындарыңыз қайда? Енді қалған ағайындар енді мына 2 қыз, мына Қытайда бар енді. Иә. Қалғандарымыз осындамыз. Осындасыздар. Енді әрқайсыңыздың үйінде осылай дәстүр бар ғой сіздерде? Міндетті түрде осылай. Міндетті түрде осылай. Сіздер сол бір ұрпақта солай, е? Мен өзім солай қалыптастырдым. Иә. Мысалы осылай болсын. Анатаның келер, мінезі келген енді мысалы мынау енді адасып қой, енді адастан кейін тараймыз мысалы. Мен өз алдыма. Құрметті Қызай ұрпақтары, бұл енді жалпы Қызай ұрпақтарының стануға тиісті бір дәстүріне айланса болатын нәрсеге дүние екен, сондай дүние екен. Өйткені ол мысалы ұрпақтар мынаны көргеннен кейін енді бір жағынан суретін көреді, бір жағынан оларға жетатынын жаттатудың керегі жоқ, мынаны қараға өзі. Иә. Ананы қызықтап жүріп, өзі соны қалай жаттап қойған білмейді. Бұл қысқасы Қызай емес, бұл қазақтың балалары осылай жасау керек негізі. Иә. Бүкіл ғой. Иә. Одан кейін енді біз енді Қытайдан біраз дүниелерді алып келгенбіз. Иә. Тарихи мұралар енді. Иә. Бірақ енді сол тектен бері қарай келе жатқан біздің 4-5 атаның мұралары бар. Соның ішінде енді сақталғандарын алып келгенбіз. Бұның енді біраз енді бір 100-ге жуығын мына ата Алматыдағы Атабекен. Шамалғанда дедіңіз бе? Иә, Шамалғанда дедіңіз. Тарихи мәдени орталыға бердік. Атамекен, иә. Тарихи мәдени орталық. Енді мынау енді сол мәдени орталыққа берілген қойылған енді ана шкафтың ішінде қойылған жерде көнек сурет тұр ғой енді сол бір-екі енді жарамсыз болған өзім әкем енді дәйеккелі келіп қойдым енді. Мына жағында Құдайназар батыр қылыш би есен келді, оның солдан келді. Осы кісілерге тән енді жәдігерлер. Енді бізде енді солдан келді бидің ер тоқымы сақталған. Онан сол Атамекеннің. Енді мына Көктастың фотосы тұр. Сол Көктастың өзі бар ма сол мұражайда? Енді Көктастың өзі жоқ. Жоқ. Мына нәрсе менен осы ол тек қана фотоларын бердіңіз. Бұл жерде мына сол дегенге тән дүние бар. Иә. Ол сол жерге барсаң көресің. Иә. Ана шкафтың ішіне қойылған. Бірақ мен мынаған енді бұл есенгелдіге тән дүние ғой бұл енді. Иә. Бұл енді бәрі тарихи дүние. Енді бұл Көктастың кімде екенін, Қылыштың кімде екенін білмеймін. Иә. Мына шапанның кімде екенін бұл енді күнәсте сақталу. Иә. Кімде солар да негізгі нұсқасы. Бар. Бірақ бұны енді біз енді бұны көнекі құралы ретінде бұл жерге қойып отырмыз. Фотосын ғана қойдыңыздар. Фотосын қойып қойдым. Енді мына сол деген қатысты бір дүниелер бар, бұдан ана мұражайдағы. Иә. Соның шкафтың ішінде тұр. Шкафтың ішінде тұр, иә. Мына жақ енді өзіміздің енді Ұлтарақ батыр, Омар ақын енді анда Омар ақын біздің әкелеріміз. Ал мында қойылған біздің әкеміздің қатысқан айтыстарындағы тарихи суреттер. Иә. Мына Көкқамырдағы айтыс 77 жылғы, 74 жылғы Болбадайдағы айтыс, 75 жылғы Леғазға облысының 20 жылдығына қатысты тарихи мұралар. Енді осының астында осы кісілерге тән мұралар сол жерде тұр шкафта. Жәдігерлер астында тұр. Олардың тарихтары міне жерде тұр. Мысалға оюланған көн тоқым. Бұл мына Ұлтарақ батырдың көн тоқымы.
Иә, ол да тұр сол жерде. Сол жерде тұр. Енді бұл мынау соның тарихы, ана тұрған зат. Иә. Енді бұл басқа нұсқасы ол жерде. Иә. Мынау хамыты, мынау Омар ақын зәңгінің ат әбзелдері. Енді олар сол жерде тұр ат әбзелдері. Мынау соның тарихтары, қалай болғандығы. Иә. Содан енді әлгі бір жарамсыз болып қалғандар мынау енді алып келдім. Енді жарам нұсқалар сол неде тұр. Сол жерде тұр. Жәдігерлер. 100-ге жуық жәдігер бар дедіңіз, иә? 100-ге жуық жәдігер берді. Енді оның бәрі мемлекеттік тіркеуге алынды. Иә. Кәдімгі келісімшартпен тоқтаммен заңды түрде. Заңды түрде. Сол атамекен мәдени орталығы бар, Шамалғандағы. Сол жерге барса, сол жерде тұр бәрі. Кез келген Қызай ұрпақтары сіздер барып көрулеріңізге болады. Және осындай бір дастур енгізулеріңізге болады өз отбасыларыңызға. Сосын қара шаңырақпын деп айттыңыз ба сіз? Енді біз негізі мынау Құдайназардың қара шаңырағы есептейміз. Құдайназардың қара шаңырағы ретінде есептейсіз. Құдайназардың қара шаңырағы солтан келді де. Иә. Солтан келді қара шаңырағы енді Малтабар Шәкіл бізде кейін енді ақсақалдар кеңесіп көріп осы біздің үйге енді қара шаңырақ берілген. Сіздің әкеңіздің үйіне? Негізі біздің үлкені мына Талдықорған Еркін ауылында тұрады. Негізі қара шаңырақ сол жерде. Жалпы енді біз сол қара шаңырақтың үркітамыз. Кім деген кісіде тұрады? Кім деген кісіде? Андас семьясы отбасында. Андас отбасында. Иә. Енді сонда қарастырыңыз, Құдайназардың қара шаңырағы біз болып кетеміз. Енді одан кейінгі бір ұрпаққа өткізілген жоқ қой? Жоқ, енді әзір біз ғой енді. Біз өткіземіз ғой енді. Сіздер өткізесіздер енді кейінгі ұрпаққа? Ендігі келесіге біз өткіземіз енді. Дұрыс, қара шаңырақ. Міне, тектілік деген нәрсе осындай болады міне. Жалпы Қызай ұрпақтары бұны дастурға айландырыңыздар. Батырларыңызды, мықтыларыңызды осылай, бабаларыңызды осылай істесеңіздер болады. Мен мына Шағыр бабаның портретін шынында мен бұрын көрмеппін бұны. Тұңғыш рет көріп отыр екен осыны ғой. Иә, бұны енді ана шежіре кітаптарында жазылып жүр Шағыр баба. Осы сурет қойылып жүр енді. Сондықтан енді мен де қарап көріп осы сурет дұрыс екен, өйткені сол кісі осы келеді деп осынды қойдым. Енді оны әркім қоюға болады енді. Негізі осы сурет ең үйлесімді деп ойлаймын. Дұрыс. Осы кісі бәрімізге ортақ кісілер ғой? Иә, ортақ кісілер. Енді осындай ортақ бейнеде қалу керек қой. Міне осы кісі деген. Дұрыс, иә. Енді анау Қызай анамыздың портреті ол жалпы негізі тұрақтанып, мойындалып болды ол. Қалай болмасын ол. Енді бұдан арғы өзгертудің керегі жоқ. Болды осы. Болды осы жетеді. Аман-әбзелдіктің нұсқасы. Иә, Аман-әбзелдіктің нұсқасы. Рахмет. Енді қалған аталарымызды солай енді Құдайназарды енді Құдайназардың ұрпақтары осы суреттеп неме етілді. Иә. Бұл да тұрақтанып болған немене? Солтан келді бабамыз солай енді. Шәкіл бабамыз өзіміздің енді сол өзіміздің әулеттер ары қарай осылай тұрақтады. Енді мына кісіден ары қарай бұлар бар суреттер мынау. Бар суреттер, иә? Мыналардың бәрі енді сызба суреттер ғой? Олар енді сызба ұқсатып сызылған суреттер. Бірақ енді осы дедік, осыны тұрақтандырдық, болды осы. Иә. Рахмет.